Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. 19-шы Азия ойындары аяқталды. Әйелдер арасында Қазақстан құрамасы 3-ші орын алды. 1-ші орында Қытай, 2-ші орында Үндістан және 3-ші орында Қазақстан. Біздің отандасымыз Камалиденова Меруерт және Якубаева Нилюфар. Енді Меруертті білесіздер, 2005 жылғы әйелдер арасында халықаралық гроссмейстер, 2351 18 жаста және оның қарсыласы Якубаева Нилюфар 2000 жылғы халықаралық гроссмейстер 2322 Өзбекстан мемлекеті. Біз Өзбекстан құрамасын 3-1 ұттық. Осы жеңістің арқасында біз деген 3-тікке іліндік деп атқаным ғой. Кеттік көрейік. D4, ATF6, C4, E6. Немцович қорғанысын ұсынып тұр, бірақ Меруерттің ондай ойлары жоқ екен. ATF3, B6, жаңа үнді қорғаныс деп аталады, G3, піл A6, вәзір C2, D5, жедік және піл G2. Әрине, бұл варианттардың бір кемшілігі мына C7-дегі сарбаздың артта қалатыны және болашақта ерте ме кеш пе осы кемшіліктер орын алады. Мен үнемі айтам, артта қалған сарбаздың еш жақсылығы жоқ. Піл D6, патшаны сұрай кіріздік, бұлай, ат C3, ат H4. Енді көбінесе осы жүйеде жиі орын алатын жүрістердің бірі мына атты мына жерге апаратта не мына жерге. Екінші мүмкіндік әрине мына D5-тегі сарбазды жеп кету. C6, ат F5, Каспаровтың аты деп аталады. Көбінесе үнемі бұны Каспаровтың аты, өткені F5-тегі ат өте белсенді. Піл C7, енді кішкене Якубаева Нилюфардың кішкене мына дебюттен хабар аздау екені көрініп тұр. Өткені пілді E7-ге орналастыру керек еді, бірақ пілді C7-ге қойды. Тура E1, тура E8, бұл novelties, бұрын соңды бұлай ешкім жүрген жоқ, пілді B7-ге қойған екен. E8 және E4. Не айтуға болады? Өте ұтымды шешімдердің бірі, өткені ерте ме кеш пе мына сарбаз деген әлсірейді және осы сарбаздың түбіне жетудің амалдарын біздің Меруерт қарастырып жатыр. DE, ат E4, жедік, ат F6. Піл G5, байлау әдісі. Осы байлау әдісінің арқасында ол деген үлкен басымдыққа ие болды. Тура C8 және піл C6. Жалпы, осымен ойын аяқталды. Үлкен басымдық. Меруерт енді өте тәжірибелі ойыншылардың бірі. 18 жасқа келсе де бәрібір ол өте мықты. Меруерттің бір ерекшелігі ол тек қана шахматпен ғана емес, қоян қолтық ұрысымен де шұғылданады. Өте мықты қыз. Жалпы айтып жатқаным ғой, тек қана шахматтың хабары бар деген сияқты бір қате түсінік болуы мүмкін. Жедік және піл D6. D5, әрине мына байлау әдісі мүлдем ұнамайды. Және осыны болдырмаудың амалы. Піл B4, тура D1, мына D5-тегі сарбазды қорғау керек барынша. Піл C5 және B4. Әрине, мүмкіндік бергісі кеп тұрған жоқ, және рентген арқылы өзінің мына пілін қорғаудың амалын қарастырады. Жедік және D6. D6 бұл енді орталықтағы өтетін сарбаз, артында оның мынандай тура бар және мынандай ат бар, өте керемет. Піл C5, ат E7, қомағайлар қатары деп аталады, немесе мешкейлер қатары, бұлай жедік және D7. Бұлай және піл F6 осымен ойын аяқталды. Әрине, бұлай жейтін болсаңыздар, онда бұлай жүрудің да амал жеткілікті деп ойлаймын. Өткені қазіргі таңда вәзірді E8-ге қойып, қос соққы әдісін егерде пілмен E7-ге баратын болса, онда мынаны жейт және D8 вәзірді тағы да бір рет айналдырады. Жедік және тура D8. Бұл енді артық тураны ол емін-еркін, бұл үлкен басымдығы екенін білесіздер. Бірақ піл F6-дан кейін ойын аяқталды. Осымен біз Өзбекстан құрамасын ұттық, 3-1. Және соның арқасында біз деген 3-ші орынға табан тіредік. Командалық әлем чемпионатында біз 2-ші орын алдық. Енді Азия ойындарында 3-ші орынға
табан тіредік, өте жақсы мысалы нәтиже. Өйткені Қытайдың құрамасында әлем чемпиондары ол кім болсын, Тан Джони әлем чемпионы болған, Джу Цзинер өте мықты, Джу Венжун бар шығар, содан кейін Хоу Ифань бар, Лей Тензе, енді көптеген мықты ойыншылары бар. Үндістандікі де өте керемет, ол деген Харика Дранавали, содан кейін Хампи Конеру немесе Хумпи Конеру деп аталады, Савита Шри, бұл шахматшылар сіздер деген құрлықтық Азия чемпионатында көрдіңіздер деген ойдамын. Бірақ біз ерте ме кеш па болашақта Азияда бірінші орынға ұмтыламыз деген ойдамын. Жақсылықта кездесейік, сау сәлемет болыңыздар.